Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге әрбір қазақтың дастарханынан табылатын қазақтың ұлттық тағамдарының бірі бауырсақтың ең керемет рецептісімен бөлісемін. Осы рецептімен дайындасаңыздар, бауырсақтарыңыз өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады. Ол үшін ыдысымызға жарты литр жылы сүтті құйып, оған бір жұмыртқа, бір шай қасық ашытқы, 2 ас қасық құмшекер, 2 шай қасық тұз салып, үстіне 1 ас қасық қаймағымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Бауырсағымызға қосылатын ұнды електен өткізіп алуымыз керек. Електен өткізілген ұнның арасына ауа кіріп, бауырсақ арасы үлпілдек болып, өте дәмді болып піседі. Және қосатын ұнымызды бірте-бірте қосып, жақсылап араластырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамыр еленіп болғаннан кейін, оның бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 1 сағат қойып қоямыз. Ұнның мөлшерін рецептіде көрсетпейтін боламын, өйткені оны сұйықтыққа қарай көз мөлшермен қосып отырасыздар. Шамамен 1 килограммдай ұн кетеді. Еленген қамыр жұп-жұмсақ болу керек, және қолға сәл жабысатындай болып тұру керек. Ұнды көп қосып жіберсеңіздер, қамырларыңыз құрғақ болып, сәл қаттылау болып шығады бауырсақтарыңыз. Сол үшін ұнды көз мөлшермен жайлап біртіндеп қосып отырасыздар. Кейбір рецепттерде 1 ас қасық ашытқы қосу керек деп жатады. Оның ешқандай керегі жоқ. Артық ашытқы денсаулыққа зиян. 1 сағат уақыт өтті, қамырымыз әдемі болып көтерілді. Оны 2-ге бөліп алып, жартысын ыдысымызға салып қоя тұрамыз. Қалған жартысын әдемілеп жайып, дөңгелек пішінге келтіру үшін стаканның көмегін қолданамыз. Майымызды табаға құйып қыздырамыз. Бауырсақтардың барлығын дөңгелек пішінге келтіріп дайындап аламыз. Қызып тұрған майға бауырсақтарды біртіндеп салып пісіріп аламыз. Осы рецептімен пісірсеңіздер, бауырсақтарыңыз өте дәмді болып көңілдеріңізден шығады. Сіздер де пісіріп көріңіздер. Кеңес беремін. Жалпы балық қуырсам да, котлет істесем де, құймақ пісірсем де, алаңсыз осындай ыдыстардың бетіне салфетка қоямын. Сол кезде ол артық майдың барлығын өзіне сіңіріп алады. Міне осындай үлпілдек, әдемі, керемет дәмді бауырсақтар пісіп шықты. Видеода көрсетілгендей мен бауырсақтың қамырын жұқалау қылып жайдым. Сіздер сәл қалыңырақ қылып жайсаңыздар да болады, бірақ тым қалың болып кетпесін. Тым қалың болып кетсе, қызып тұрған майға салынған бауырсақ арасы толық піспей қалуы мүмкін. Міне біздің бауырсағымыз да дайын болды.